Сәлеметсіздер ме, балалар? Балалар, қараңыздар, бұл не? Балалар, көңілді паровоз бізді музыканың сиқырлы әлеміне саяхатқа шақырады. Балалар, келіңдер, біздің тамаша паровозымызға отырып, сиқырлы әлемге аттанайық. Саяхатта біз қызықты тапсырмаларды орындаймыз. Хорошо быть машинистом, видеть рельсы впереди и веселым громким свистом всех приветствовать в пути. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. Балалар, тыңдаңыздар, біз қайда келдік? Балалар, айтыңызшы, шығармада орманның аурайы қандай? Күн немесе болтты, табиғаттың музыкасы қандай? Көңілді немесе көңілсіз? Балалар, сендер білесіңдер ме? Табиғат тірі және өлі болып екіге бөлінеді. Тірі табиғатқа не жатады? Ал өлі табиғатқа не жатады? Орманда қандай дыбыстар естіліп жатыр? Балалар, шеңберге тұрыңдар. Жел қалай соғады? Құстар қалай ұшады? Қолмен көрсетіңдер. Бұлақ қозғалысын көрсетіңдер. Балалар, қараңыздар. Бұл не? Әр жабайы жануардың өз дыбысы бар. Балалар, сендер білесіңдер. Дыбыстар төмен, орташа, жоғары болып бөлінеді. Балалар, әр жануардың дыбысына қарай орналастырыңыз. Аю қайда тұрады? Құстар қайда тұрады? Түлкі қайда тұрады? Ал енді кімнің әні деген ойынды ойнайық. Барлық аңдар қашып кетті, тығылды. Кім орманда тұрады? Орман аңдарының дыбыстары арқылы олардың аттарын анықтаңдар. Ал енді балалар, біздің паровоз туралы дауыс жаттығуларын жасайық.
Паровоз, паровоз, басалысқа барамыз. Орман айналасында чук, 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 чук. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, біз орман туралы ән білеміз ғой? Олай болса, орман әнін айтайық. Орманда біз келеміз, жапырақты тереміз. Қызыл жапырақ, сары жапырақ, түрлі түсті жапырақ. Балалар, сендерге саяхат ұнады ма? Бізге балабақшаға оралу уақыты келді. Сау болыңыздар.